Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Қазіргі осындай палочка қараңызшы, шашты әртүрлі қылып палочкамен жинауды көрсететін боламыз. Техникасы негізі оп-оңай. Менің өзім недавно ғана үйрендім. Мен основной крабикпен жинайтын едім. Осындай екеуімен істесеңіздер де болады, біреумен істесеңіздер де болады. Енді екеуімен істеймін ғой деп видеоны түсіремін деп екеуін алып келгенмін, бірақ өкінішке орай екіншісін қызым алып қойып, шыңғырып видеоның мәнін де сәнін де құртып жатыр. Сол үшін қазір мен біреуімен жасап көрсететін боламын, иә. Ең бірінші бізге французский обертка дегенді білетін шығарсыздар, иә, оборотта. Қараңыздар. Шашты полный реттеп аласыздар. Қалаған адам екіге бөліп алса да болады. Былай. Бір. Екі. Мына кончигін көрдіңіздер ма? Уже екі рет ораған кезде менде кіріп қалды, иә, ішіне қарай. Одан кейін мына жерден андай ойық пайда болады. Сол ойықтан ойықтың ішіндегі шашты бір былай аламыз. Одан кейін обертканың ішінен жүргіземіз. Сол кезде тұрып қалатын болады. Жаңға кішкене былай чокаларымызды түсіріп қойсаңыздар болады. И в течение дня тұра береді бұл. Егер бұдан да жақсы тұрсын десеңіздер, екі палочка тықсаңыздар болады, қолдансаңыздар, сол кезде қатты тұрады. Тағы да бір рет көрсетемін. Менде шашым қысқа, сол үшін бір, екі дегенде менде уже кончигі қалмай қалады. Кейбір ұзын шаштардікі әр жерінде қалуы мүмкін, сол үшін орап-орап екі есеге былай ішке тығуға да болады. Оны енді мен көрсете алмаймын, себебі менің шашым қысқа. Мама, Ал. Әке, екінші палочканы берші. Мен жаға басып осылай қоясыздар. Не болса. Қазір дополнительный тағы көрсетемін сіздерге. Оның екіншіні мен крабикпен көрсетейін, иә? Қазір французский обороттың өзі анандай хит болып жатыр ма? Шашым қалып кетпейді. Мен шашым қалып кете береді. Біреу тұрмысқа шыққысы келіп жүр ме? Кеше бір автобуста бір қызды көрдім, дәл осындай крабпен французский оборот істегенде, сосын палочки тағып қоя салған. Ана те, кто ой, палочки түсіп кетеді дейтін болсаңыздар, менің де шашымнан түсіп кетеді, потому что анандай арнайы бальзам всякий сондайлармен жуамыз ғой бізде, ана теп-тегіс болып тұру үшін ше. Сол үшін ішіне түсіп кетеді. Осылай. И былай. Ну, примерно осындай тағып қойған. Жоқ, оғыз вообще да былай тағып қойған. Он тек черный егенде, без ничего. Крабтың арасынан былай. И осылай. Чисто сән үшін осылай тағып қоя салған оғыз. Заодно әрі крабпен де әдемі көрінеді и жақсы ұсталып тұрады. Осылай істесеңіздер де болады. Одан басқа қандай бір техникалары бар? О, ең дұрыс осыма деп қалдым ғой. Хотя мына жерлері шығып тұрса да, мынандай шашты спокойно тұрады екен, қараңыздар. Шашым қатты тұрады мысалы. Түсіп қалып жатқан жоқ ше. Но прям қатты болып тұр шашымда. Сіздер қандай түрлерін білесіздер осылай жасаудың? Палочки деген негізі әдемі нәрсе ғой, но қиындау да бұл. Тағудың өзі бір арнайы бір техникаларын біледі. Еще күнделікті тағып жүрген адамның уже қол үйреніп қалады дейміз ғой біз. Сондай болу керек екен. Даже мен бұрын крабтың өзін таға алмаушы едім. Қиын еді. Краб тақсам почему-то шашымнан түсіп қалады. Жұрттар сонда қалай тағып жатыр деп. Тағып, сонымен үйреніп кеттім. Қазір краб прям өте удобно. Мен даже резинка тақпайтын болғам қазір. Осындай әдемі палочкалар бізде небәрі 1000 теңгеден. Железный медицинский металл қараймайды. Әр түрлілері бар. Еще андай ағаш сияқты прям қалың үлкендер де бар. Но маған осы нежный түрі ұнады.